Ассалаумағалейкум, алаш елі. Қазақстан ұлттық арнасында көкпардан мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың 90 жылдығына арналған халықаралық турнир. Шымкент қаласы, Құлагер Атшабары. Ардақты ағайын, бүгін сіздер осы турнирдің 6-шы ойынын тамашалайтын боласыздар. Яғни бүгінгі кездесуде Қабылан көкпар командасы мен Астана қаласы көкпар командасының шабандоздары өнер көрсететін болады. Қабылан көкпар командасы мына топты өнер көрсетеді. Тілек Орманбетов, Сырғақ Ноғаев, Айбек Шолпанқұлов, Тимур Молдақұлов, Елдияр Тұрғынбеков, Жоқи Оразбаев, Бақтияр Талайбекұлы, Жышан Қайырбеков, Алтынбек Жаныбекұлы, Үрмат Мұсаев, Белек Махаев, Сейтбек Әлсейітов. Команданы жетекшісі Марат Сырдыбаев, команданың жаттықтырушысы Азиз Оралиев. Ал Астана қаласы көкпар командасының құрамы мына топты өнер көрсетеді. Қазбек Амангелдинов, Арслан Қабжанов, Александр Пупенко, Елдос Лебалдиев, Мұстафа Ертаев, Бауыржан Айтмағамбетов, Дәулетбек Омбаев, Қуаныш Рысмағамбетов, Ұлан Байтөреев, Ермек Көбей, Владимир Кил, Қайыржан Сүлейменов. Команданы жетекшісі Аманжол Қасенов, команданың жаттықтырушысы Қазбек Амангелдинов. Бүгінгі ойынның төрешісі Жамалбек Тұратбеков, ал қапталдағы төрешілер Мәулетқазы Құлжатаев, Расул Шоқаев, Сейдулла Жәлелев. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда қонақта көкпардан ұлттық құраманың бас бапкері Қуан Құрамаев аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді Қуан аға, қазақ пен қырғыз арасында көкпар ойындарына талай мәрте куә болып жүрміз. Енді біз осы екі елдің арасындағы жақсы атбегілер мен жақсы шабандоздардың тамаша ойын өрнегін көрдік. Мінекей қазір Ыстықкөл облысынан келіп талай мәрте чемпион атанған Қабылан көкпар командасының ойындарына куә боламыз. Жалпы алған кезімізде осы екі мемлекеттің арасында қайсы жақтың тұлпарлары бірінші мықты болып келеді? Байқап қарасаңыз, көкпар ойындарында осы көрші мемлекеттің тұлпарлары алдарына жан салмай шабандоздарының салымды болуына үлкен мүмкіндік жасап жүр. Иә, солай болып келеді. Айта келсек, Ыстықкөл облысының командасы осы 2012 жылғы Қырғыз мемлекетінің өзінің жеңімпазы аталған команда, және де өздерінің президентінің кубогының иегері болған команда. Өте жақсы дайындалған командалар. Мынау Астана қаласы да 2012 жылдың үздік командасы болып чемпион, 12-ші чемпионаттың жеңімпазы болып аталған команда. Енді екі чемпионның ойынын жақсылап көре жатармыз енді. Түсінікті. Кім дайын болса, сол ұтады дейміз енді. Тамаша. Мінекей қазір кіш шеңберге серке тасталынды. Әлі де болса серке кіш шеңберде жатыр. Шабандоздар бірінші болып, мынау Астана қаласының шабандоздары көтермек болды, бірақ серкені іле алмай қалды. Қазір екі жақтың шабандоздары көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Десе де мінекей қазір Астана Александр Пупенко боксер деген атпен жерден іліп шабуыл жасап жатыр. Енді бұған өзінің командалық әріптестері жақсы көмектесу керек. Міне Ермек Көбей жетектеп алып кетті. Александр Пупенко қалай қылар екен? Қазір командалық әріптесінің көмегін дұрыс пайдалана білген сияқты, алдарын тазартып, жеке дара суырылып шығуына ыңғай жасады командалық әріптесі. Қазір қазандыққа қарай жақындап келе жатыр. Байқап қарасаңыз, Астана қаласының шабандоздары қарсылас команданың шабандоздарын бір-бірінің алдын қақпайлап, жеке дара суырылып шығуына мүмкіндік жасап жатыр. Өте жақсы жұмыс істеп жатыр бұл жерде. Жаңа команданың қорғаушылары жолын ашып, міне қазір міне шөйлеп келді. Қазандыққа жақындады. Тамаша Александр Пупенко шөйлеп келіп ойынның екінші минутында алғашқы салымға қол жеткізді. Өзінің шебер шабандоз екендігін байқатты. 1988 жылы туған тұлпары боксер Астана қаласы
көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоздардың бірі. Енді осы көкпар ойынына өзге ұлттың өкілдері де қызығушылық танытып жатқандығы бір осы өзімізді бір қуантады аға. Иә, бұл боксер деген ат, Жамбыл облысының аты, жаңа Пупенко шауып жүрген ат, өте мықты ат. Осы өткен 12-ші чемпионаттың ең үздік атты болып табылған ат. Яғни осы кіші шеңберге тасталынған серкені дұрыстап көтеруіне, сонымен қатар шабуылшы қызметіне өзінің көп септігін тигізеді дейсіз ғой. Өте күшті ат болып саналған ат. Ең үздік ат, ең үздік ойыншы болып осы екеуі табылған 12-ші чемпионаттың қорытындысы бойынша. Тамаша. Мінекей қазір Қабылан көкпар командасының шабандоздары шабуылға шықты. Оның ішінде кіші шеңберге тасталынған серкені бірінші болып Алтынбек Жаныбекұлы көтеріп алды. Алтынбек астындағы тұлпары торайғырмен арда бері шауып, серкені ешкімге бермей жүр. Командалық әріптестері жанынан табылмай жатқан сияқты. Өзінің қорғаушыларының жұмысын күтіп тұр ол. Мінекей оны қақпайлап келеткен Ұлан Байтөреев, Жамбыл облысының баласы. Бірақ Астана құрама командасының тобында өнер көрсетеді ғой. Иә, осында өнер көрсетіп шауып жүрген бала. Серке тақымнан түсіп қалды. Қабылан көкпар командасының шабандозы бір дегеннен көтеріп алды. Бұл жерде Тимур Молдақұлов. Оны да Ұлан Байтөреев ұстап қалған екен. Ұлан Байтөреев алып кетті. Бүркіт деген айғыр мынау. Бірақ серке ойын алаңының сыртынан шығып кетті. Олан жақсылап қолынан жұлып алған болатын. Бірақ тақымына дұрыстап баса алмай қалған сияқты. Баса алмай қалды. Аттың екпіні қатты болғандықтан алаңның сыртына шығып кетті. Бәйге атындай қарқыны қатты болып, басын тоқтата алмай қалды ғой бұл жерде. Ортада жекпе-жек сайысы. Мінекей қазір Арслан Қабжанов пен Үрмат Мұсаев шықты. Серке үлкен шеңберден шығып кетті. Басқа шабандоздардың бұл жерде ойынға араласуға толық мүмкіндігі бар. Бауыржан Айтмағамбетов Үркер атпен серкені алуға әрекет етіп жатыр. Астана құрама командасында қандай тұлпарлар осы жекпе-жек сайысына шығарылады аға? Астана қаласында жекпе-жек шығатын бірінші номер деп қояйық енді. Жекпе-жекке шығатын ат Ақжал деген ат. Оның үстінде Арслан Қабжанов. Екінші нөмірімізде Алтын көк деген ат. Оның үстінде Елдос Тілебалдиев, Жамбыл облысының тумасы, Жуалы ауданының сол жігіт өнер көрсетеді. Үшінші ортаға шығатын, жекпе-жекке шығатын атымыз Саршаян атты. Саршаян. Тамаша. Мінекей қазір Арслан Қабжанов жаңа өзіңіз атап өткендей, әдегеннен ақ үлкен шеңберге тасталынған серкені бірінші болып көтеріп алды. Бірақ серке ойын алаңының сыртына шығып кеткен сияқты. Жоқ, шықпай тастап кетті. Пупенко көтеріп алды. Қайта Александр баратқанын біліп, серкені тастап кетті. Александр Пупенко серкені көтеріп қайтадан шабуылға енді өзінің қорғаушыларының несін күтіп жатыр. Бұл жерде ойынын айла тәсіл деп айтасыз ғой. Себебі Арслан Қабжанов ойынды тоқтатпау үшін серкені тастап кетіп, ары қарай әріптестері жалғастырып алып кетті. Мінекей қазір Александр Пупенко ешкімге серкені бермей, он тақымына басып алып, арда бері алдап шауып жүр. Қалай қылар екен? Бұл да енді өзінің қорғаушыларының көмегін күтіп жүр. Жаңа қазандықты кең айланып, аналар Қырғыз мемлекетінің командасы қазандыққа жақындады емес. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы, ойын ережесіне сай 2 минуттың ішінде шабандоздар серкені үлкен шеңберден көтеріп алып кетуі тиіс. Егерде осы уақыттың арасында көтере алмаса, қайтадан ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Мінекей қазір ортада Жышан Қайырбеков пен Арслан Қабжанов. Жышан Қайырбек ракета атты тұлпарымен шыққан екен. Мінекей қазір серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр, бірақ Арсланның астындағы тұлпары мүмкіндік берер емес. Ақжал, қараңыз, Қуанаға қалай тамаша тұрып алған? Ақжалдың өте ортада шеңберде тұрып алатын әдісі жақсы. Мына қанша соқса да айланып сырғытып кетпейді. Мына Арсланға серкені көтеріп ал дегендей қылып тұрып алу. Мінекей қазір қайта ракета оң жағынан да сол жағынан кеп соқса да, Арслан Қабжанов үлкен шеңберден серкені көтеріп алды. Мінекей салым қазандықтың тура жағына келіп
тастай білді. Тамаша. Шабандозбен жақсы салым болды. Шабандозбен астындағы тұлпарында бір-бірін сезіп, бірге жұмыс істеген арқасында келген салым. Мінеке Арслан Қабжанов 1987 жылы туған, тұлпары Ақжал, Астана қаласының құрама командасында өнер көрсетеді. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоздың бірі. Бұл Ақжал туралы айта кететін болсақ, осы 12-ші чемпионаттың ең көп салым салған ат болып табылған 12-ші жылдың чемпионатында. Тамаша. Енді Қуанаға байқап қарасаңыз, жекпе-жек сайысында жаңағы ракета алдынан келіп соқса да, артынан келіп соқса да, бір орында тұрып қалды, төрт тағандап. Иә. Текеге алдың аяғын жақындатып, үстіндегі Арсланға ал дегендей қылып айланып атты жақындатпай тұр. Мүмкіндік берді. Тамаша қандай үйретілген тұлпар екендігін байқадық. Мінеке қазір кіші шеңберге тасталынған серкені бірінші болып Қабылан көкпар командасының шабандозы Жоқи Оразбаев көтерген болатын, бірақ серкені дұрыстап тақымына баса алмады. Қазір серке ойын алаңында жатыр. Ортада нағыз тартыстың қыза түскен сәтін байқап отырмыз. Кім бірінші болып көтерер екен? Мінеке қазір астаналық шабандоздар серкені көтеруге әрекет етіп жатыр. Оның ішінде Ұлан Байтөреев, Ермек Көбей, Дәулет Омбаев, Александр Пупенко. Осы төрттік ойында қазіргі ойын. Тартыстың қыза түскен сәті ғой мынау, қараңыз аға. Ар жағынан келіп қанша соғып жатса да, жігіттер әлде болса серкені дұрыстап баса алмай жатыр. Бірақ астаналық шабандоздар серкені алған, көтерген сияқты. Қырғыз мемлекетінің палуандары көтерген екен. Бұл жерде Жышан Қайырбек өзінің мықты екендігін байқатты. Командалық әріптесі көмектесіп, Алтынбек Жанбекұлы. Бауыржан Айтмағанбетов, Үркер деген біздің Жамбыл облысының тұлпары. Жаңағы Жышанның тақымынан серкені жұлып алды. Тамаша. Енді қазір Бауыржан қалай қылар екен? Жоқ, серке ойналанын сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Қайта ортаға Үрмат Мұсаев пен Арылсан Қабжанов. БТР-де мықты тұлпар, қараңызшы. БТР-де Қырғызстанның ең күшті ортаға тұратын аты болып есептелінген ат. Бірақ қараңыз, Ақжал әлде болса серкеге жақындатар емес. Өзінің бір жағымен соғып, БТР-ді итеріп тастап жатыр. Мінеке қараңызшыға. Не деген міне тұрыс, міне Ақжалдың. Арылсанның серкені дұрыстап тақымына басып алуына мүмкіндік жасады. Енді қазір Арыслан қазандыққа қарай шабуылға шықты. Енді өзінің қорғаушыларының көмегін күтіп тұр Арыслан. Екеулеп лақтырайын деп. Бұл жерге қорғаушылардың жұмысы керек енді. Бауыржан Айтмағанбетов тұлпарын тізгіннен тартып, Арысланның қазандыққа барған еді, ортасын тілек бұзып кетті Қырғызстанның шабандозы. Жақындатпай жатыр ғой қазандыққа. Қазандыққа жақындатқан күнде де ортасынан кіріп кетіп, теке серкені ұстап қалып жатыр. Әлде болса Арыслан ешкімге серкені бермей жатыр. Тақымының таста екендігін байқатып отыр. Қалай қылар екен? Қазандықтың түбінде қарбалас сәт. Енді осы жерде Арысланға тұлпарымен бір мәрте шауып келіп, бауырын жазып, қайта шабуылға шығу керек сияқтаға. Енді ол Урмат Мұсаев алған екен. Қырғыз мемлекетінің үздік ойыншысының бірі. Мінеке қазір Арысланның жәндегі шауып келіп, Урмат Мұсаев серкені өзінің тақымына басып алды. Үрмат Мұсаев қалай қылар екен? БТР-де енді осы жекпе-жек сайысында талай өнер көрсетіп жүрген мықты арғымақтардың бірі ғой аға. Бағана жекпе-жек сайысындағы өнерін көріп, қазір шабуылға шыққан сәтінде көріп отырмыз. Қалай баға берер едіңіз осы тұлпарға? Енді Қырғыз мемлекетінде бұл көкпар өте жақсы дамыған ғой, бірақ сол мемлекетте ең күшті ат болып саналғаннан кейін бұл атты біз жаман ат деп айтамаймыз. Бұл шабуылға да, ортаға жекпе-жекке де бәріне дайын ат екенін көрсетіп білгізіп жұмыс істеп тұр. Астана қаласының қорғаушылары Урмат Мұсаевты қазандықтың түбінен қақпайлап, біреуі оң жағынан, біреуі сол жағынан қақпайлап, жақындатпай салғызбаудың амалын істеп жатыр.
Бірақ Үрмәт әлі де болса Серкені бермеуде. Иә. Қазір мінекей Тақымнан Серкені шығармай жүр. Артынан келіп соққан соққысын көрдік. Оның ішінде Ермек Көбей Үрмәттің тұлпарын соғып өтті. Үрмәт Серкені сол тақымына ауыстырғысы келіп арда бері шапқан болатын, бірақ алаңның сыртына ығыстырып алып кетті. Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылатын болады. Бұл жолы кім шығар екен? Ойынның төресі Жамалбек Тұратбеков шабандоздарға дұрыстап шығуына нұсқауын беріп жатыр. Мінекей бұл жолда Алтын көк ойынға араласты. Қазбек Амангелдинов пен Тимур Молдақұлов. Алтын көктің өнерін қараңыз. Көкірегімен келіп соғып, қазандыққа жақындатқызбай, Серкеге жақындатқызбай жатыр десе де, бірақ Тимур Молдақұловтың атындағы Палач атты тұлпарда жекпе-жек сайысына дайындалғандығын көрсетіп отыр. Қазір алтын көк қайта шықты. Бұл жекпе-жек сайысына қалай дайындалады? Енді осы Серкені ортаға тастап, бірге бір шыққан кезінде Серкені көтеріп алуға әрекет ету өте үлкен дайындықты қажет етеді. Иә. Бұған өте бейімделген ойыншы керек та. Ортаға шығатын ойыншының өзін бағана айтып кеттім мен, оң жақтан да сол жақтан да Серкені көтеретін несі болу керек. Икемі күшті болу керек. Ат оң жағын алып келгенмен саған сол жағыңнан Серке қалып кететін болса, оны сол жағыңды аламай тұрсаң, онда қарсыласыңа сен 50% ойынның несін беріп қойған болсын. Түсінікті. Мінекей қазір алтын көк те Палач те екеуі де тепе-тең түсті. Бір-бірімен Серкені көтере алмады. Десе де мінекей Арслан Қабжанов командалық әріптесіне Серкені бірден көтеріп берген болатын, бірақ Ертаев Мұстафаға берген болатын. Мұстафа оны қолынан түсіріп алды. Ертаев Мұстафаны айта кетсек, бұл да ардагер шабандоз болып саналады. Бұл да өте күшті шапқан, халықтар ойынның неше дүркін Қазақстанның жеңімпазы болған. Биыл мына Түркия елінде 25 мемлекеттің басы жиналып фестиваль болған. Сонда барып көкпардан осы команданың ішінде Ертаев Мұстафа, жаңағы Дәулет Омбаев, Қазбек Амангелдинов, жаңағы Шымкент облысының командасынан Темірхан Айтбаев, Бақтыбай Шырынқұлов, осы 5 бала барып сол Түркия елінде барып бірінші орын алып келген. Қазақтың намысын қорғап қайтты дейсіз ғой. Тамаша, бәрекелді. Ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылған болатын. Бірден Үрмәт Мұсаевқа мүмкіндік бермей Арслан Қабжанов Серкені көтеріп алды. Бірақ қайта Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Жоқ, шыққан жоқ, тастап кетті. Бұл жерде Арслан Қабжанов тастап кеткен екен Серкені. Серкені тастап кетті. Ойынды тоқтатпау үшін осындай айла тәсілді шабандоздар жиі қайталайтындығын байқап отырамыз. Қазір қалай қылар екен? Мына жерде енді Қабылан көкпар командасының шабандозы атынан құлап түсті. Осы жерде Астана құрама командасының шабандозы ойын ережесін бұзған сияқты. Енді бізге көрінбей. Мінекей қазір байқап қарасаңыз, артынан келіп қолынан ұстап қалып, атынан құлап түсті. Бұл жерде Үрмәт Мұсаев екен. Атынан құлап түсті. Алғашқы тайым осыменен аяқталды. Астана құрама командасы 2-0 есебімен алда келе жатыр. Алғашқы таймның үздік сәттері мінекей Александр Пупенко командалық әріптесінің көмегімен салынды болды. Артынша Арслан Қабжанов үлкен шеңберге тасталынған Серкені бір дегеннен көтеріп, екінші салымға қол жеткізген болатын. Қырғызстанның Қабылан көкпар командасы мен Астана қаласы көкпар командасының арасындағы кездесу астаналықтар 2-0 есебімен алда келе жатыр. Сонымен қатар, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта ұлттық құраманың бас бапкері Қуан Құрамаев. Қуан аға, енді алғашқы тайымдағы қызықты сәттерді байқап қарадыңыз. Енді мынау астаналық жігіттер ширақтық танытқан сияқты. Оның ішінде Александр Пупенко қайтадан шабуылға шықты. Әдегеннен Серкені бірінші болып үлкен кіші шеңберден көтеріп алып, қазір шабуылға шықты, бірақ Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қалай ойлайсыз? Енді осы жерде Қабылан қонақ команда
намысқа тырысқан сияқты бірден алдарын қақпайлап ширақтық танып жатыр. Арслан Қабжанов міне тағы да Ақжал мен БТР-дің алдынадағы серкесін алып сол тақымына басып шабуылға бастады. Енді жаңа өз айтып отқанымыздай алаңнан ығыстыратын болды. Жоқ, серкені тастап кетті алаңның жиегіне. Тағы да Урмат Мусаев, Қырғыз мемлекетінің жаңа БТР. Оның жәнде Бауыржан Айтмағамбетов біздің қорғаушы, Үркер деген атпен. Арслан Қабжанов қандай ойын болсын, серкені аттың тұлпарын Ақжалдың басы қатты екендігін бірден байқайтты. Серкені ойын алаңының ішіне тастап кетеді. Бұл да енді айла тәсілдің бір түрі ғой, ойын тоқтатпау үшін. Ол өзінің әріптесінің жерден жақсы ілетініне сеніп атқаны. Түсінікті. Ол және де айта кетсек, Дәулет Омбаев пен Александр Пупенкаға сенгені. Ол шауып баратқанда, аутқа шығып баратқанда өздері артында көреді тастап кетеді. Келесі ойыншы келіп, оны іліп алып кету керек. Ойынды жалғастырып кетеді. Иә. Мінекей қазір Ақжалдың тұрысын байқап тұрмыз. Қарсыласын жолатқызбай, әлде болса егесін дұрыстап көтеріп алуына мүмкіндік жасап жатыр. Арслан. Жоқ, түсіріп алды, көтерген еді. 2 минут өтіп кетті. 2 минут өтіп кетті. Келесі екілік. Бұл жолы кім шығар екен екінші жекпе-жек сайысына? Алтын көкпен Қайыржан Сүлейменовті көріп тұрық. Қайыржан Сүлейменов те жас ойыншы. Бұл Алматы облысының тумасы. Әкесі марқұм әбден көкпар шапқан, аударыспақтан жеңімпаз болған жігіт. Матчан Сүлейменов деген жігіт болған, сол кісінің үлкен ұлы. Бұл кісі қазір Дербіс Байділдаев көкеміздің оқушылары Елдос Тілебалдиев екеуі. Қайыржан мінекей қазір жекпе-жек сайысын жетік меңгергендігін байқатып отыр. Алтын көкпен арыда бері соғып, серкені алып кетуге әрекет етіп жатыр. Тимур Молдақұловтың үлкен мүмкіндігі бар сияқты, бірақ серкені мінекей енді ілді. Енді серкені көтеріп алды, бірақ жерге түсіп қалды. Енді басқа да шабандоздардың ойынға араласуға мүмкіндігі бар. Құқысы бар. Бұл жерде нөмірі 9-шы Ұлан Байтөреев тұлпарымен кеп соққан болатын. Саша Александр Пупенка келді боксермен. Соққысы қатты болды деймін, жойқын соққысы. Кім Қабылан көкпар командасының шабандозы Үрмат Мусаев тақымына дұрыстап баса алмай қалды. Басып үлгермеді. Ол көтеріліп келатқанда аты екпінімен кетіп баратқанда берік шетінен Ұлан Байтөреев атын соққан еді, соның екпінімен серкесі қолынан түсіп қалды. Мінекей қазір Месси атты тұлпарымен осы ойынға араласып жүрген Бақтияр Талайбекұлы қазір серкені алып кетуге мүмкін әрекет етті, бірақ астаналық шабандозды соғып құлатты. Бұл жерде Ұлан Байтөреев құлаған екен. Төртінші номердегі бір құттатты тұлпарымен құлап түсті. Тимур Молдақұлов соғып құлатқан екен. Белек Мақаев ойыннан аластатылды. Қаранарға тоғытылды. Ойын ережесін бұзған үшін. Қырғыз елінің шабандозы серкені басып алды. Бұл жерде Бақтияр Талайбекұлы. Бақтиярдың астындағы Месси. Бақтияр өзі жас шабандоздардың бірі аға. 1991 жылы туған. Осы Қабылан көкпар командасының осы халықаралық турнир басталғалы бері бірнеше мәрте салынды болуына осы Бақтиярдың қосқан үлесі бөлек. Байқап қараңызшы, қазір мынау Мессидің басын қайымдылығы. Арда бері астаналық шабандоздарды алдап жүр. Ұстатқызбай қазір мінекей қазір қазандыққа жақындауға әрекет етіп жатыр. Қандай бұрылыс жасады? Қазандыққа жақындады, бірақ астаналық шабандоздарды мықты қорғаушылары өте дайынды екендіктерін көрсетті. Себебі қазандыққа жақындай салысымен Бақтиярдың алдын қақпайлап жеке дара шығуына мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей қазір Ұлан Байтөреевті айта кетсек, ол өте күшті қорғаушы деп айтамыз біз. Осы өткен 12-ші жылдың чемпионатында ең үздік қорғаушы деген
атақты иеленген астындағы бүркіт атты сайгүлікпен. Міне, өзінің атағына сай бала. Астаналық шабандоздар Бақтиярды Қазандыққа жақындатқызбады. Серкен ойын аланың сыртына ығыстырып шығару айла тәсілін жетік меңгергендігін байқатып, ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылатын болады осы сәттен кейін. Арслан Қабжанов пен Үрмат Мұсаев екі команданың ең үздік шабандоздары қайта жекпе-жек сайысында кездесіп отыр, бірақ Үрмат Мұсаев бірінші болып Серкені тақымына басып алды. Үрматтың тұлпарынан асып түсіп, Арслан Серкенің алдыңғы сирағынан тартып, Үрматтың тақымындағы Серкені жұлып алуға әрекет етіп жатыр. Бірақ Серке ойын алаң сыртынан тағы да шығып кетті. Бұл жерде Астана командасының қорғаушыларының жақсы жұмыс істегендігі болды. Соның арқасында Серкені шабандозымен атымен бірге ығыстырып алаңнан шығарып алып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы, әзірге есеп 0-2. Астаналық шабандоздар алда келе жатыр. Өте тартысты күшті ойын болып жатыр. Екі дамыған елдің шабандоздары кездесіп жатыр, аттары кездесіп жатыр. Кімнің сайгүлігі, кімнің палуаны дайын екен, соның бағы жанады енді бүгінгі ойында. Мінекей қазір Арслан Қабжанов тағы да ақжалмен шығып, өзінің егесін Серкені көтеріп алуына мүмкіндік жасап жатыр. Мінекей қазір қайта Үрмат Мұсаев. Үрмат Мұсаев Серкеге жақын тұрған екен. БТРмен. Бұл Үрмат Мұсаев та оңды солды ілет. Бірақ Арслан Қабжанов бірінші болып Серкені көтеріп алды. Байқап қарасаңыз, Арслан Серкені көтерген бойда астындағы тұлпары шаба жөнеледі. Бұл да дайындықтың бір белгісі ғой. Өте жақсы дайындалған, бейімделген. Бірақ сол Арсланның бір несі болып тұр бұл жерде. Арслан Серкені алып басқаннан кейін қазанға қарай бұрып жіберсе, сонда кетіп қалар еді. Қазанға қарай тұлпардың басын бұрса, сонда қазанға кетіп қалады. Бұл қалай болса солай жіберіп қойып жатыр да, содан ат дұрыс бағытқа бармай жатыр. Дұрыс бағытқа бармай шығып кетіп жатыр. Мінекей қазір қайта ортада жекпе-жек сайысы. Арслан Қабжанов қазір жаңаға өзінің тұлпары, сенімді серігі деп айтсақ та артық айтпағандығымыз болар. Қараңызшы қазір, өзі жол атқызбай, арда бері соқса да, айналдыра шауып, Серкені егесінің емін-еркін көтеріп алуына мүмкіндік жасап жатыр. Қазір егерде Арслан осы сәтті дұрыс пайдаланып тақымына басып алатын болса, бірден ақжал шаба жөнеледі. Өзіңіз бағала айтып кеткендей, Қазалдыққа қарай бағытын дұрыс қойса, сонда Қазандыққа бағанағы бірінші таймдағыдай тік барып салым салып кететін. Мінекей екінші шабандоздар араласты. Бұл жерде Елдос Левалдиев, Айбек Шолпанқұлов алтын көкпен шықты. Алтын көкпен шыққан екен, алып сол жағына басып алды. Оны жетектеген Ұланбай Төреев. Елдос Левалдиевті бағана айтып жатырық, Жамбыл облысы Жуалы ауданында туылмас. Осы көкпар ойынына әбден дайындықпен келген, өзінің мықты екендігін көрсетіп жүрген шабандоздардың бірі. Байқап қарасаңыз, үлкен шеңберге тасталынған Серкені әдегеннен ақ көтеріп алды. Бір дегеннен көтеріп алды. Қазір командалық әріптестерінің көмегін күтіп жүр. Қазір мінекей шабуылға шықты. Қазандыққа қарай жақындап келе жатыр. Бірақ Қабылан көкпар командасының шабандоздары қош бүйірінен келіп қыспақ қалып, Елдосты сыртқа ығыстырып шығарып жатыр. Қалай қалар екен? Шығарып жіберді. Ортада жекпе-жек сайысы. Бұл жолы кім шығар екен? Бұл жолы БТР мен ақжал тағы. Бұл жолда енді ойын басталғалы бері қос команданы бас жаттықтырушылары ақжал мен БТР-ді араластырып жатыр. Тұлпарлардың мықтылығына сенген болар осы жерде. Бұл тұлпарлардың мықтылығы жәндегі үстіндегі шабандоздардың да мықтылығына сенгендіктен бұл екі ойыншы қайта-қайта ойынға шығып жатыр. Бұларға шақ келетінде ат жоқ сияқты екі жағынан да.
Себебі осы команданың абыройын асқақтатуға үлес қосып жүрген осы екі тұлпар өзінің міндеттерін дұрыс атқарып жатыр. Өте жақсы. Мінекей қазір БТР көкірегімен соғып, Ақжалды ысырып шығарды үлкен шеңберден. Бірақ Ақжал да болса сауырымен бұрылып келіп, Арсланға ыңғай жасап жатыр. Бірақ Үрмат Мұсаев Серкені бірінші болып көтерген болатын. Арслан Серкенің сирағынан ұстап, оны жерге тартып жерге түсіріп кетті. Мінекей енді Александр Пупенко келген бойы алып кетті. Мінекей астындағы боксер атты Сайгүлік Жамбыл облысының Мейірхан деген ағамыздың аты. Мейірхан ағамыз сол әбден дайындап осы көкпарға шығарған сәйкүліктерін бірі ғой. Мінекей қазір қалай қылар екен? Александр Пупенко ешкімге бермей келе жатыр әлде болса Серкені. Өзін тақымына басып алып, қазандыққа қарай бет алды. Бірақ Қабыланның қорғаушылары Сашаны Александр Пупенконы ойын алаңының сыртынан шығарып жіберді. Ағыстырып. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Осы Қырғызстан Республикасына жиі сапарларға барып тұрасыздар Қуанаға. Көкпар ойындарын тамашалап тұрасыздар. Олар осы көкпар ойынына тұлпарларды қалай баптайды? Қалай байқайсыздар? Енді көбіне осы Қазақстан құрамасында шауып жүрген тұлпарлардың көбі осы Қырғызстан Республикасынан алынған арғымақтар деп айтып жатамыз. Кезінде осы Қазан көкпар шабуыл 2000 жылдан бері шабуыл бастағанда басында біздің аттар жаңағы айттық қой, басында бізде жаппай көкпар, той көкпарларға шабуыл әбден үйренген, басы жаңағыдай жұмсақ емес, бұған бейімделмеген. Біз солардан дайын аттарды сатып алып жүрдік. Қазіргі күнге біздің өзіміздің аттар олардан кем емес. Міне Ақжалды айтатын болсақ, Ақжал қазір мына Бүркітті айтатын болсақ, мына Үркер деген ат, мына қорғаушының бәрі осылардың бәрі өзіміздің қазақтан шыққан аттар. Қазір енді қырғыздарға телмірмейміз ғой. Олардан қазір олар жақсы аттарын да сатпайды, бізде олардан сұрамаймыз, өзіміз дайындап өзіміз шапқызып жатыр. Тамаша, енді әр осы тұлпарлардың өзімізде дайындалып, өзіміз осы көкпар ойында қосып, атадан балаға мирас болған ұлы өнерді өзіміз ұлықтайтын болсақ, қандай тамаша. Мінекей қазір қорғаушылардың жұмысын қараңыз қандай. Бұл жерде қазір Үрмат Мұсаев қазір жеке дара суырылып Серкені тастаған болатын, әттеген ай. Сонда да болмады. Командалық әріптестері бұл жерден Үрматтың жолын ашып берді. Бірақ Үрматтың өзінің күшінің жетпей қалғандығы болды бұл жерде. Бұл жерде енді қанша Серкені тақымы тастай болғанмен білектің күші аз болды ғой. Ермек Көбей алып қалған еді. Ермек Көбеймен бірге Серкені алаңның сыртына алып шығып кетті. Ермек Көбейде Жамбыл облысы, Жамбыл ауданының тумасы, Қаракемер ауылының. 1984 жылы туылған. Ортада жекпе-жек сайысы, тағы да сол бұл жолы Үрмат Мұсаев емес, Тимур Молдақұлов Үрматты ауыстырыпты. Арслан Қабжанов өзі шығып Ақжалмен бірінші болып Серкені сол тақымына басып алды. Қазір мінекей шабуылға шықты. Жаңағы айтқанымыздай Арслан шеңберден шықпай жатып, атының басын қазанға қарай бұру керек. Бұл жолы да Серкені басып тұрып, қолы бос болмай, ие болмай, Ақжал алаңның сыртына қарай шығып кетті. Тұлпардың басы қаттылау болып жатыр да? Сондай болып тұр. Тұлпардың басына әлі келмей тұр. Мінекей ортада жекпе-жек сайысы Елдос Тілебалдиев пен Бақтияр Талайбекұлы. Бақтияр Талайбекұлы бірінші болып Серкені көтеріп алды. Астындағы тұлпары Месси. Мінекей қазір талай бәсекелерде жұртты таңғалдырып, өзінің шебер қайымдылығымен, өзінің мықты әрекетімен көзге түскен Месси Бақтиярды қазандыққа жақындауына мүмкіндік әрекет етіп жатыр. Мінекей қазір осы сәтті лақтырамады. ұтымды пайдалана алмады.
қандай тамаша мүмкіндік болды, бірақ қазір қайтадан айналып келіп Қабылан Көкпар командасының шабандоздары салынды болды. Бұл жерде Бақтияр Талайбекұлы Мессидің көмегімен келесі салымға қол жеткізді. Бақтияр Талайбекұлы 1991 жылы туған, тұлпары Месси Қырғызстан Республикасы Ыстықкөл облысының тумасы. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоздардың бірі. Жаста болса, командасында бас болып жүрген шабандоздың бір екендігін байқаттаға. Міне, екі жаңа айтып отырқ қой, чемпион деп, жеңімпаз деп, екі елдің туын көтеріп жүрген команда. Мынау екеулерінің ойындары да тепе-тең болып, өте жақсы ойын көрсетіп жатырлар. Міне осыменен екінші таймда аяқталды. Бұл кездесуде Астана қаласы Көкпар командасының шабандоздары көш басына шықты. Өздерінің мықты екендіктерін байқатып, 2-1 есебімен басым түсті. Енді қуанаға байқап отырсаңыз, Александр Пупенко, Арслан Қабжанов ойын басталғалы бері өздерінің шебер ойыншы екендіктерін байқатты. Қандай тамаша салымдарға қол жеткізді? Екі шабандозда бүгінгі айтарлықтай ең күшті шабандоз деп айтасақ болады. Бұл кездесудің қорытындысы бойынша. Енді мына Қабылан Көкпар командасының шабандоздарының арасында Бақтияр Талайбекұлы да өзінің де мықты екендігін байқатты. Ол да қандай тамаша салымдарға қол жеткізді? Өзінің шебер ойыншы екендігін көрсетті. Астындағы тұлпары Мессидің басының қайындылығы бүгінгі осы біздің сөздерімізді растамақ. Есеп 2-1. Астана құрама командасы бұл кездесуде Қабылан командасынан басым түсті. Мінекей, қазір өзі ойынның қорытындысы бойынша ойынның үздік сәттеріне тоқталатын боламыз. Қуанаға бүгін біздің бағдарламамызға қатысып өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен рахмет. Әрі қашан қазақтың жігіттері көкпар ойында көш басына шықсын. Рахмет, сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық арнасы спорттық бағдарламалар шығармашылық бірлестігі және мен комментатор Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Келесі аптада жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.